сөздер дегенimiz бұрынғы заманда қолданылған, қазіргі заманда көп қолданылмайтын сөздер. Көнерген сөз ол бұрынғы заманда қолданылған сөздер, қазіргі заманда қолданылмайтын сөздер. Көнерген сөз дегенimiz ол бұрынғы заманда қолданып, қазіргі таңда қолданыстан жойылған сөздер. Ол баяғы заманда қолданылған, қазіргі заманда көп қолданылмайтын сөздерді көнерген сөздер деп. Бұрынғы уақытта қолданылған сөздер. Қазіргі қолданыста емес, мүлде қолданылмайтын сөздер. Көнерген сөздер ол бұрынғы заманда қолданылған сөздер. Көнерген сөздер қазіргі қолданыста жоқ, бұрын қолданылған сөздер. Көнерген сөздер дегенimiz бұрынғы заманда қолданылатын сөздер. Голос, найза, айбалта, садақ. Жауынгер, хан, патша. Мысалға болыс, би, хан, қазіргі ол сөздер қолданыстан қолданбайды. Найза, айбалта, тағы да басқа. Найза, сауыт, жебе, тағы да басқа сөздер бар. Патша, айбалта. Мысалға садақ, ол қолбасшы деген мағынаны береді. Қару-жарақта болсақ, палаш, айбалта, найза дегенді. Найза, садақ, Болыс деген көнерген сөздің мағынасы қандай? Мағынасы қазіргі, мысалы, біздің заманымыздағы әкім деген сөз. шашпау, шолпы деген сөздердің мағынасын білесің бе? Олар әйел адамдарға, қыз балаларға арналған сөздер. Шашпау дегеніміз ол қыздар шашын өрген кезде шаш ұшына тағып қоятын әшекей. Күйме сөздің мағынасын білесің бе? Бір жауынгердің үлкен тобы. Сәукеле деген көнерген сөздің мағынасы қандай мағына береді сенің ойыңша? Бұрында қызды ұзатқан кезде басына ата-анасы жүк құсатып, сәукеле тағып беретін болған. Ол алтыннан да, бір жылқыдан да болған бағасы. Айбалта сөздің мағынасы. Айбалта бұрынғы заманның көп қолданған құралы. Бес құда деген қандай салт, яғни көнерген сөз, оның мағынасы қандай? Бес құда ол бұрынғы заманда Қытай балдардың екі бестікке жатқызып бір-біріне ат қойған, болашақта өздері отбасы құрып сүрінген. Болыс, би деген көнерген сөздер қандай мағына береді деп ойлайсың? Би дегеніміз баяғы заманның өздері, сол шешесін адамдар. Ал болыс? Патсая деген сөздің мағынасы мата атауы.